мінекей 3 метр матадан мына суреттегідей міне примерка жасап жатырмыз. Осындай етегі кең, баланы бар, етегінде жеңі ұзын, тоже манжет баланы бар көйлекті пішіп тігіп көреміз. Мұқият соңына шейін көріп, үйреніп алыңыздар. Лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басып. 3 метр шифоннан етегі ұзын, етегінің ұшында 20-25 сантиметр баланы бар юбкасын пішеміз. Ол үшін біз бұны арғы басынан бергі басын бүктеп, 4 бүктейміз. 4 қабат болады. Ол біреу арты, бір жағы алды болады. Біз енді осы юбканың ұзындығын алып аламыз да, белін саламыз. Бірінші белінен кейін 18 сантиметрден бөксесін саламыз. Сол бөксесінен қырқатын боламыз. Әз қырқу барысын көрсетем. Бірінші салу мұқият қарабаңыздар. Мінекей етегі 100 болды. Бөксесін салдық. Осы бөксесі не үшін кең болған себебі бізде белде сборка болады. Сонда өте кең әдеме болып шығады. Етегінің ұшында 20-25 сантиметр балам болу керек. Міне осылай сызып біз бұны қырқып аламыз. Мұқият қарасаңыз өте жеңіл. Мен әттейі сіздерге матаға қалай салып пішуін көрсетіп отырмын мұнда. Мінекей үстіп қырқып алып, сонда бұл 4 қабат болды. Алдыңғы жағынан санасаңыз 4 қабат юбка болды. Мінекей осылай кесіп алып, біз бұны осылай өлшеп аламыз. Қазір енді бұның етегіне балан пішіледі. Енді юбканың баланын аламыз. Ол үшін біз матаның ұзындығынан төсеп аламыз. 4 рет бүктеңіздер, өйткені өте ұзын мешайт етеді. Міне жақсылап тегістеп алып, ширинасы кеңдігін 25-20 сантиметр аласыз. Өлшеп алып, оны қырқамыз. Қырық болғаннан кейін бізде арғы шетінде кромкасы бар. Осы кромка бізге қажет емес. О жағында қырқып тастайсыздар. Міне осылай бір рет қырқып аламыз. Және міне жақсы төселгендіктен біз екінші рет екеу қырқып алуымыз керек. Сол кезде уже біздің етегімізге жетеді. Жетпеген жағдайда тағы да қоса саласыз. Сборкасын қатты көп қылам десеңіз, міне кромкасын кесіп алып тастаймыз. Осылай сборкалап. Қазір міне екінші баланын аламыз. Екінші баланы да сондай 20-25 сантиметрден алып, осылай кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін қазір енді біз несін саламыз? Жеңді салуды көрсетемін. Бәрін сіздерге матадан көрсетіп отырмын. 2 қабаттап, және де 1 қабаттаймыз. Енді ұзындығын аламыз. Бізде манжет болады. Манжет балан болады. Солардың бәрін алып тастап отырасыз. Манжет баланға 10 сантиметр кішірейтсеңіздер жетеді. Міне ұзындығын салдық. Енді бұл жерден 14 сантиметр алдық. Енді бізде ширина рукавасын саламыз. Ширина рукавасын кеңдеу қылып ала берсеңіздер болады. Жоғар жағын сәл кішілеу, төмен жағын неғұрлым кең алған жақсы болады. Міне қазір қырқып аламыз. Барған сайын ширина рукава жағы жіңішкелеп болып жатыр. Жоғар жағы 2 сантиметр. Енді ортасын белгілейміз. Ол біздің иық тұсында тұру керек бұл жері. Жеңіміз айланып кетпеу үшін. Енді алдын 1 сантиметрдей міне жоғарыдан бастап мұқият қарасаңыз, жіңішкелеу қылып алып, мұнағын 1 сантиметр жалпақтау алып кесіп аламыз. Міне жеңді де біттік. Енді біз артқы бөлігін саламыз. Артқы бөлігінде бізде замок болады. Замок болғандықтан біз тағы 2 сантиметрдей осылай сызып аламыз.
Енді ұзындығын саламыз. Арқасының ұзындығын салып, оған бір 3 сантиметр, 2 сантиметр қосу керек, тігіске кетеді. Міне осылай сызып алғаннан кейін біз мойыннан бастаймыз. Мойнын бөліп саламыз осы жерге. Енді иығын саламыз. Иығынан 4 сантиметр түсіріп салынады. Енді осы жерден 16 сантиметр, 18 сантиметр салып, көкірегінің айналасын бөліп саласыз. Иығынан түзу түсіруіміз керек. Түзу көкірекке түсіріп, осындай жұмырлап сызып аласыздар. Енді қазір қырқып аламыз. Мінекей қолдарыңызды әбден жаттықтырғаннан кейін матаға салу сіздерге өте оңай болады. Лекал қолданбай-ақ осылай піше аласыздар. Міне пішіп алдық. Аз алдын замок салынатын жері біз бүктеп алғанбыз. Сол жерде кесіп тастаймыз замоктікін. Міне болды. Қазір енді біз алдыңғы бөлігін алатын боламыз. Мұқият қарасаңыздар болады. Енді алдын пішеміз. Алдын пішу үшін қазір мына жеріміз тегістеп аламыз. Осы жерге біз алдыңғы ұзындығын салып сызып аламыз. Сызып алғаннан кейін осының үстіне арқа бөлігін қойып пішеміз. Өйткені бұл сборкалы көйлек. Міне белі ана бұрышына келіп тұрса, мына жағынан 10-15 сантиметрдей жылжытып қойдық. Осылай сізде солай жылжытып қойасыз. Өйткені бұның мойында сборкасы болады. Сол сборкаға алып отырмыз. Міне қазір қырыққанда мұқият қарасаңыз байқалады бұл жерде қалай үлкендеу алғанымыз. Мінекей 10-15 сантиметр болды. Міне қолтығының ішкі жағынан сәл ойыңқырап аламыз. Біз өйткені арқасын қойдық. Міне осылай белінде кесіп алып, осылай піше берулеріңізге болады. Міне алды арқасы осыманан болды. Қазір біз жеңге баланы аламыз. Енді жеңінің баланын аламыз. Манжеттен кейін тұрады бұл балан. Міне қазір бірінші үлкенін пішіп аламыз. Тура солай қазір кішілеу қылып үстінегі екінші баланын осылай қырқып аламыз. Міне төселгенде қарасаңыз өте ыңғайлы. Мынау кромкалардың бәрін кесіп алып тастайсыз, мешать етеді. Міне көрсеңіз осылай қырқып. Енді жаңағы көйлегіміздің астарын пішеміз. Астарын пішу үшін бұған да солай 3 метр мата аласыз да 4 бүктеп аламыз. 4 бүктеп, енді біз белін саламыз. Шифон юбкада біз бөксесінен қырықпағанбыз. Бұл жерде белінен салған себебіміз астарына сборка қажет емес. Сол үшін міне осылай юбканы сызып аламыз белінен, циркул сияқты. Ұзындығын саламыз. Ұзындығы сол ұзындау қылып ала беріңіз, 120-115 қылып. Кейін примеркада астарын сәл кесіп алып тастай саласыздар. Бұған валан салынбайды етегін ұшына. Міне осылай бір келкі қылып өлшеп, сөйтіп қырқып аласыз. Астарды осылай пішесіздер. Мұқият қарасаңыз, бұл жерде қиындық еш нәрсесі жоқ. Сол мата төсеу 4 қабат мата алды арқасы болу керек. Мінекей осылай қырқып аламыз. Мына кромкаларын алып тастаймыз. Өйткені бұл тігіске мешать етеді. Әр уақытта кромканы алып тастап отырасыздар. Міне осылай етегінде пішіп алдық астарын. Қазір шифонды үстіне қойып, сәл ана алдыңғы жағынан осылай жиып аламыз. Ол бізге сборкаға керек. Сол үшін сәл тартыңқырап осылай тура осы матаманы бірдей қып қырқып алатын боламыз. Арқасында тура солай қырқамыз төсеп.